Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен балалық шақтан таныс өте дәмді муравейник дайындаймыз. Бұл рецептің ең тиімділігі қарапайым заттармен ғана жасалады, ал дәмі болса керемет болып шығады. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сары майымызды осылай кесіп ыдысымызға салып аламыз. Үстінен осындай бір жұмыртқаны жарып, осылай вилканың көмегімен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, осылай қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Осындай қолға жабыспайтындай етіп қамыр иленіп шықты. Енді мұздатқышқа 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Ровно 1 сағаттан кейін қамырымызды алып, осылай қатты күйінде үккіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Барлық қамырымызды осылай өткізіп алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді суытып қоямыз. Суығаннан кейін ыдысқа осылай жаңағы қамырымызды қолымызбен есіп салатын боламыз. Осылай вареный сгущенканың бір құтысын алып, барлығын қасықпен салып аламыз тестімізға. Енді қолымызбен осылай барлық жеріне жететіндей етіп араластырып аламыз. Барлығын араластырып болдық. Енді осындай стаканның көмегімен формаға келтіретін боламыз. Алдымен суға осылай малып алып, салсаңыздар оңай түседі. Біздің муравейнигіміздің барлығы дайын болды. Енді әсемдігі үшін үстіне сахарный пудра немесе осындай шоколадпен әрлеп қойсаңыздар болады. Біздің әрленген муравейнигіміз дайын болды. Өте дәмді әрі тез дайын болады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.